керемет жаңалық. Сот арқылы қызметін тоқтатқан нотариустың 7 миллион 200-ден аса қаражатты өндіруге байланысты шыққан Freedom Finance-тың атқару жазбасына қатысты сот шешімі қабылданды. Сот шешімімен жаңа нотариустың атқару жазбасының күші жойылды. Сонымен қуанып тұрмыз. Алла разы болсын судьяға. Барлық мән-жайды жайлы қарап, зерттеп, негізді екенін көрсетіп, сол жаңағы нотариустың нотариат туралы заңның талаптарын осы атқару жазба жасау кезінде өрескел бұзғанын бәрін көрсете отырып, шағымды қанағаттандырып, нотариустың атқару жазбасының күшін жойды. Қандай керемет, қандай қуаныш. Бұл қалай болып тұр? Нотариус жоқ. Нотариус қызметін тоқтатқан, соны біз сот арқылы реттеп отыр. Жалпы атқару жазбалар нотариат туралы заңның талабына сәйкес жасалу керек, ал жасалмаса оның күші жойылу керек. Мінекей осындай әділ соттардың арқасында нотариустердің негізсіз қабылданған атқару жазбалар осылай күші жойылып жатыр. Қуаныш құтты болсын баршамызға. Осындай жақсылықтар бұйыра берсін. Енді жақсылықтар бұйыра берсін дегенде кредит алмайтын Алла бізге мүмкіндік берсін. Өмір сүрейік. Бізге ешқандай нотариустың исполнительный надпистейді атқару жазба шықпасын. Бізге қатысты сот орындаушы іс қозғалмасын. Күніміз заңгерлерге түспесін ағайын. Баршаңызға жақсылық тілеймін.